Hello, boys and girls. How are you today? Let's start our English lesson. Today we will count from 1 to 10. Біз бүгін 1-ден 10-ға дейін ағылшын тілінде санайтын әңгімені бірге көретін боламыз. Окей, біз бүгін екі жаңа сөзді үйренеміз. The first, point. Point бұл бізде нұсқау, яғни көрсету. The second, go. Бару. Окей, біз енді осы етістіктердің барлығын білеміз. Now, let's repeat. Look, қарау. Listen, тыңдау. Draw, суретін сал. Read, оқы. Write, жаз. Count, санау. Talk, сөйлесу. Find, табу. Okay, next. Go, бару. Stand up, орныңнан тұр. Sit down, отыр. Point, нұсқау. Sing, ән айту. Open, ашық. Close, жабық. Say, сөйле. Окей, енді біз осы етістіктерді білеміз. Мен сабақта сендерге мынаны осылай істеңдер деп нұсқаулық бергенде ағылшын тілінде айтатын болам. For example, count. Count десем, сендер санайсыңдар. Draw, суретті сал. Read, оқы. Close, есікті жап. Sit down, орнымыздан отырамыз. Окей, now, мына екі суретке қарайық. Бұл бізде қандай етістік, қандай іс-қимыл, қане бірге табайық. The first, it's sing, and this is say. Good. What is it? It's open and close. Stand up and sit down. Okay, now you should match. Енді сәйкестендіреміз. For example, close. Sing қайсысы болады? Ән айту. Yes, біріншісі. Open қайсысы болады? Good. Say, айту қайсысы болады? Yes, төртінші сурет, yeah? Good. Next, sit down. Point. Нұсқау. Go. Бару. Stand up. Орнынан тұр. Okay, good job. Now, open your pupil's book, pages 28 and 29. Exercise 3. Count to 10. Балалар, оқушы кітабымыздың, яғни pupil's book'тың 28-29 бетін ашсақ, біз осы үшінші жаттығуды көреміз. Міне, қазір осы ертегіні бірге тамашалайық. Count to 10. A story from Africa. Африкадан келген ертегі балалар. Right. Count to 10. One, two, three, four, five. Oh no! One, two, three, four, five, 6, 7. Oh
Okay, so your home task. Балалар, бүгінгі сабақты орындайтын тапсырмаларың. Міне, жұмыс кітабы Activity Book 32-ші беттегі 5-ші жаттығу. Put the story in order, number the pictures. Яғни, оқиғаны рет-ретімен қойып шығамыз. Our lesson is over. Goodbye.